Барлықтарыңа сәлем. Бәріміз Майнкрафттың фильмін көрдік деп ойлаймын. Нет. Ну, егер көрмеген болсаңыздар, дереу менің телеграм каналыма өтіп көрсеңіздер болады. Ал егер көрген болсаңыздар, бәріміздің басымызда осындай сұрақ болды деп ойлаймын. Бұл фильмді қалай түсірді? Ну, енді кішкене де болсын қызыққан шығарсыздар. Мне похуй. А мне пофиг. Мне похуй. Мне вообще похуй. Вообще похуй. Мақұл, ешкім олай ойламаса да біз бүгін фильмді қалай түсіргенін білетін боламыз. Ал оған дейін каналға тіркеліп, лайк басып, менің басқа да әлеуметтік желілеріме тіркеліп кетіңдер. Және колокольчик қосуды ұмытпаңыздар. Біз кеттік. Зәп. Барлығымыз білетіндей, Майнкрафттың фильмі өзінің әдемі көрінісі мен текстурасымен фанаттарға өте қатты ұнаған болатын. Ал егер мен сіздерге бұл ешқандай да графика емес десем, сенесіздер ме? Олар әрбір аксессуарларды өз қолдарымен жасап, барынша ойынға ұқсатып жасаған болатын. Әрбір жемістер, қылыштар, ағаштар, үйлер, тіпті жителдердің өзі жарайды, жителдер графика, оған кейінірек тоқталамыз. Осының бәріне көп күш жұмсалды. Біз бұны білуіміз керек. Және айтып кететін нәрсе, Джек Блэк, яғни Стив, бүкіл трюктердің бәрін өзі істеп шыққан болатын. Ну, енді прям өзі емес, оған көмектесті әрине. Бірақ осының өзі мақтауға тұрарлық деп ойлаймын. Себебі оның ойы барынша фильмнің шынайы көрінгенін қалады. Көптеген актерлер өздерінің дублер алады. Себебі былайша айтқанда тәуекел еткісі келмейді, немесе мүлдем ол нәрсені істей алмайды. Тіпті қазақтың кейбір актерлері дублер қолданады екен. Так, короче, кино. Я не Джеки Чан, поэтому я не все трюки сам исполняю. Түсініп тұрған шығарсыздар кім екенін. Лучше арық бір актер ала салмай ма деп ойлаймын. Бірақ бұл олай жұмыс істемейді. Барынша актер танымал болса, фильмдері де табысты болады. Бәрі оп-оңай. Жарайды, темаға оралайық. Не айтып жатырмын өзі? Міне, айтқым келгені, Джек Блэк жақсы актер. Трюктерді істеп қана қоймай, әнді де өзі айтады. Оның бір-екі видеосын қарайтын болсақ, түсірілімнен алдын қалай әнге дайындалғанын көрсек болады. Wow to me. It's one of the coolest moments. Black Jack, респект саған. Мен кімге айтып жатырмын вообще? Ол мені көрмейді тау. Достар, дәл қазір интернеттен қарап отырмын, Джек Блэкте дублер қолданыпты. Сонда да респект. Ал енді жителдерге тоқталайық. Жителдер негізі көп сөйлей бермейтін жандар. Ну, олар негізі вообще сөйлемейді. Или сөйлей ма? Вообще білмеймін, комментке өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Егер сіздер жителдер графика деп ойласаңыз, сіз жартылай қателестіңіз. Олар негізі шын адамдары. Жай ғана түрлерін графика қойып, жителдерге ұқсатып істеген. Бағана айтып өткендей, фильмді барынша шындыққа ұқсатып істеген. Осы нәрсе фильмнің ең үлкен плюсы десек те болады. Және қызықты фактілердің бірі, фильмді түсіріп жатып, продюсерлер актерлерге Майнкрафтты ойнатқызған болатын. Не үшін десеңіздер, себебі ойынды жақсырақ танып білу үшін. Сол кезде олар ойынның ішінде жүрген секілді сезім береді. Соның арқасында актерлер шынайы эмоция көрсетеді. Тек бұл ғана емес, тағы бір қызықты сәт. Ол бізде шахтада түскен кезде болады. Фильмнің продюсерлері шынайы эмоцияны соншалықты қалағандары, тіпті шынымен жүретін вагонетка жасайды. Соның арқасында актерлер шын мәнінде қуанып, керемет сценалар жасайды. Мен айтқан нәрселердің бәріне қарайтын болсақ, бұл жетістіктің бәрі тек актерлерде емес, фильмнің арғы бетінде жұмыс істеп жүрген адамдардың да арқасы. Достар, осымен видео аяқталды. Видео ұнады деген ойдамын. Менің айтқым келгені, достар, анау ұлы ғалым айтпақшы, кім айтқанын ұмытып қалдым енді атын. Бірақ не айтқанын да ұмытып қалдым енді, бірақ жақсы айтқан екен. Достар, мақұл, шынымен бірін-бірімізді қолдайық. Әр қашан бірлігіміз айырылмасын. Біріксек, біз бәрін жеңеміз. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, менің әлеуметтік желілеріме тіркелуді ұмытпа. Сіздермен болған мен Зеп, сау болыңыздар.